Армысыздар, құрметті қыз-келіншектер. Бүгін біздер барлығына белгілі қарапайым бөрек, кейбір жерде ксенан деп атайды, пісіретін боламыз. Ол үшін етті, картопты және пиязды майдалап турап, отқа табамызды қойып, сұйық маймен қуырып аламыз. 10 минуттай отта қоя тұрамыз. Бұрышын тұзын саламыз. Енді қамырына келетін болсақ, жылы сүтке дрожж қосып, кішкене сұйық май қосып, тұзын қосып, оны сала отырып қамыр ашытамыз. Қамыр өте жұмсақ, қолға жабыспайтын болады. Құттай бұқтырып қоямыз. Оны екі бөлікке бөліп, бірі үлкен, бірі кіші. Үлкеннің астына, кішісінің үстіне оқтаумен жая отырып, жұқалап табаға саламыз. Қамырдың жұқалылығаны жақсы, өйткені піскен кезде онсыз да көтеріледі қамырымыз. Және үстіне жұмыртқаның сары уызын жағып, күнжіт себеміз. Және духовкеге 180 градуста духовкамыздың асты-үстін қосып 20-25 минуттай пісіретін боламыз.